Қыздар, мен бұл эфирға кіру себебім, мен бір четкий бір не айтқым келеді сіздерге, техниканы. Өткенде пост салдым да, и сол постта көптеген келіншектер маған қарсы шығыпты. Хотя мен де декретте отырмын, декретте отырған келіншектер да. Конечно деген сияқты, конечно емес. Мен бір сондай бір жақсы техниканы білем, және де оны сендермен де бөліскім келеді от души. Мен ол техниканы 2018 жылғы балам бар ғой, Потижан туылғалы оны қолданам, білдім ғой, и соны өмірімде қолданам. Қандай десеңіздер айтайын да, жалпы декретте отырған әйелдер көбінде выгоранияға түседі, депрессияға түседі, стресске түседі. Конечно, айтуға оңай, неқта балаң жылап атсаң, неқта үйтіп атсаң, бүйтіп атсаң, саған айтуға оңай, сен блогерсің ғой деген сияқты да. Әңгіме ол менің блогер болу болмауымда емес. Әңгіме мен сол техниканы қолданып, и прям соған шынымен сенгенімде да. Қалай дейсіздер ғой? Көбінде декретте отырған әйелдер айтып тұрмын ғой, шынымен өзін действительно шаршап жүрген адам сияқты, действительно энергиясы жоқ адам сияқты, как будто неден заманнан қалып кеткен сияқты өзін бір сондай сезінеді да. А на самом деле декретте отырған әйелде 2 есе мощь бар, 2 есе қуат бар. Және де декретте отырған әйелдің бір нәрсе айтса, аузы почти дуалы да, бір нәрсе айтса ол 2-3 есе тез орындалады. Алла тағалаға өте қатты. Сол үшін де мен айтар едім, декретте отырмын ғой, болмай жатыр ғой, мен бизнес бастағым келеді, болмайды деп, жоқ деп көп айтпаңдар. Себебі декретте отырған адамдар, мысалға біз 2 адамға жауаптымыз да. Мен мысалға 7 айлық қызым бар. Даже менің 2 жасар балам бар ғой, екеуіне де менің почти сонда мен 3-4 адамға не айтсам да 3-4 адамның қауымның тілегі сияқты автоматым кетеді да. Сол үшін ауыздарыңа абай болыңдар. Яғни, ой, болмайды ғой, анау ғой, мынау ғой емес. Да, бітіңдер. Прям жоғарғы вибрацияда жүріңдер да. Яғни қалай ол? Мысалы үшін мен бай болғым келеді, мен күшті бизнес бастағым келеді, мен бір нәрсе дүкендер ашып тастағым келеді, мен күшті блогер болғым келеді, мен сахнаға шыққым келеді. Әркімнің өзінің арманы бар ғой. Бұл бізге декрет не үшін беріледі? Чтобы біздің армандарымызды ойлап, жүйелеп, четко визуализация жасап алып, прям андай саған не керегін нақтылап беретін, саған мүмкіншілік беретін нәрсе да. Сен осы декретте отырған кезде сен балаңды емізіп, үйіңде спокойно жүре бер да. Бірақ аузыңдағы сөзіңе абай бол. Сен не айтасын болашағыңда сол нәрсе 100% қайталанады. Сол үшін сен на позитиве. Мысалы үшін кім тумай жатыр, кім бала да. Мысалы үшін кім жылма-жыл мен де туып жатырмын да. Мендегі болып жатқан процесс ол менің блогер болғанымнан емес. На самом деле мен анау айтқан басқа эксперттер сияқты көп ақша таппаймын негізінде. Бірақ мендегі нәрсе оны 2018-де түсіндім. И именно осы сәтке келді сіздерге түсіндіргім келетінім. Просто тупо армандаңыздар. Бизнесмен болғың келсе, сен 2 декретте жүрген кезінде сол бизнесменнің мысалы қандай проект қалайсың, не қалайсың, четко, детально ойластырып жүр. Если сен блогер болғың келсе, если сен қандай да бір саланы жандандырғың келіп, сол салада дамығың келсе, сенің уақытың бар, 3 жылға дейін ғой, енді саған байлаулы болатын. Сол 3 жылға дейін сен четко армандай бер. Не қалайсың мысалға? Күйеуіңмен отношения қандай болған қалайсың? Қандай саяхатқа барғың келеді, қандай машина алғың келеді? Соның барлығын Алла тағалаға армандап жатасың ғой, емізіп жатқан кезде прям бір андай күшті сезім келеді ғой. Соны альфа состояние дейді екен да. Сол сезімде отырып, сен Алла тағаладан сұраған кезде, сен даже аузыңды да қимылдатпай, просто ойша, Аллахым, мен сондай нәрсені қалайды екенмін деп армандаған кезде, сен каким-то образом оның орындалып кеткен қалайсың.
түсінбей қаласың. Ал если сен, ой, ана Айдана өйстіп жүр, ол да менің сияқты баласы бар ғой, мен отырсын мынау былжырап, қол бұрап, не деген адаммын мен деп өзіңнің самооценкаңды түсіріп, еще тағы да болашақ, сен қазір айтып тұрған сөзің, сен айтып тұрмын ғой, болашағыңа азық деп. Сен қазір менде бәрі күшті болады. Мен осында үйді қалаймын, менің қолымнан келеді. Алла тағала маған барлық жағдай жасап қойған. Отношенияда маған комфортно болатындай мен адамдармен қарым-қатынас құрып жатырмын. Менің жүрген жерім гүл. Мынау тек қана жақсы сөздер айта берсеңіздер, сіздер біріншіден выгорание, депрессияға түспейсіздер. Екіншіден, мынау қазір біздің вниманиеміз балаға керек болып тұрған кезде, біз балаға да внимание беріп жатырмыз. И плюс біз болашағымызға мықты багаж жинап жатырмыз да. Сондықтан сіздерге айтқым келеді. Түсіндіңіздер ма? Кері байланыс беріп жүріңіздер, мен просто уақытым жоқ. Сіз айта салайыншы деп прям кәдімгіден ішкі ойым осы оқырмандарыңмен бөлісші. Себебі мен пост жаздым да, пост жазған кезде, конечно, саған блогерсің ғой дейді. Кейін мен түсіндірдім, сіздер оң жағын қабылдаңыздар. Екі қабат әйел үй босанған 3 жасқа дейінгі баланы тәрбиелеп өсіріп отқан әйелдің тілегі автоматым. Сөздер де автоматым орындалады. Сол үшін балаға айтып жатырмын ғой, балаға немесе айналаңыздағы адамға қандай қарым-қатынас, өзіңізге қандай қарым-қатынас қалайсыз? Если сізді біреу сыйлағанын қаласаңыз, если сізге біреу жақсы көрген, сізге подарка бергенін қаласаңыз, взамен сіз де беріңіз. Если сені сыйласа, сен де ол адамды сыйла. Сені біреу жақсы көрсе, сен де адамдарды жақсы көр. Мынандай нәрсе жоқ та әлемде.
маған ғана бере берсін, мен ешкімге бермеймін деген. Бұл алу беру заңдылығы болғандықтан баланс болу керек. Және де прямой жол сол. Қазір сен декретте отырсың ба? Я, сен жұмыс істеуге шамаң жоқ. Сен балаңа қарап қалғансың. 46 жастағы Аягөз апай, менің 65 жастағы оқырман апам бар. Қызыл кітапқа еніп патолог жарып тастаған новинка бір нәрсе ойлап, и ол 65 жасында блогер болмаса да өзінің саласының акуласы болды. Қазір блог жүргізеді сол апа. Өткенде менің форумына келіп бриллиантовый жүзік тағып кетті сол апа. Қызыл көздері бар, прям күшті. Сіздің жасыңыз ол маңызды емес. Просто әйелдер, сіздер түсініңіздерші, мен прям андай жүрекпен сол постты жаздым да, и астында комментарий, декреттегі әйелдер өздеріңізді бейшара, мен жертва деген состояниені жертва деп айтпай, бейшара деп айту дұрыс шығар деп қазақшасын таба алмадым да, сөйтіп жаза салғам ғой, сөйтсем сен бейшара деп жорстко айттың, анау мынау деп адам негатив жағын көреді да. Сен негативті көрсең, саған негатив келе береді. Ал сен позитивно Айдана, мән, четко нәрсе айтты мына жерде деп сен оны алып кетсең, сен қазір не айтасың, сол нәрсені сен өміріңе азық қылып атсың да. Сол үшін ауыздарынан тек қана жақсы сөз бересіңдер ма от души. Мына әлем қазіргі таңда, білесіздер ма, мен сізге осы эфирді сақтап қоям, мына әлем қазір вибрация ғой. Мысалы, қазір сен біреуді ойласаң, ол саған звондап тұрады, немесе үйіңе келіп тұрады, сондай дәрежеде да. Мысалы үшін қазір сізбен мен байланысып отырмын да, қалай байланысып отқан ол түсініксіз нәрсе де, бірақ біз байланысып отырмыз. Мысалы үшін біз мына ақша энергетикасын өзін айтқым келіп тұр да. Мысалға, қазір электронды ақшалар бар ғой, Каспиімізге түсіп жатқан, басқа да счеттарымызда ақшалар. Вроде ақша бар да, бірақ ол сен көзің көрініп тұрған жоқ та, и сен сол ақшаның бар екенін сезініп бүйтіп жүрсің да, дух беріп тұр. Сол сияқты сөздің құдіреті, ойдың құдіреті, ол сенің өміріңе азық. Если сен жаман сөз айтасың, саған да біреу жаман сөз айтады. Мысалға, мен қазір прям сөзімді де, ойымды да, жақсылығымды от души беремін да. От души беремін. Мен ниетте жоқ. От души берем. Адам өзіне қандай қарым-қатынас қаласа, солай құрбандық десем де вообще түсінбей қалды. Адам өзіне қандай қарым-қатынас қаласа, басқаларға да соны беру керек та. Если ол уважение қаласа, өзі де басқаларды сыйласа, сені де сыйлайды. И жаңағы айтып атқандай, мынау вибрацияның әлемі ғой. Бұрындары мынандай үшінші измерение дейді да. Үшінші измерениеда бізде барлықтарыңыз оны білесіздер. Если депутаттың, әкімнің, директордың қызы, пәленшенің бірдеңесі, президенттің жиенінің, бөлесінің, көршісінің бірдеңесі десе, вау деп анаған елең ете қаласың да. И автоматом директордың қызы болса, ол күшті болып жүреді, күшті жерге жүреді, күшті андай. Депутаттың бірдеңесі, министрдің қарындасы десе, анау автоматом ұшады да. И ол сол кезде біздің алдымыздағы қазір сәл бар ол ұшқындары, бірақ қазіргі таңдағы вибрацияны айтам. Бірақ мойындаңыздаршы, осы уақытқа дейін сондай кісілер прям андай ұшып кететін. Біреудің бір кісінің буына 40 адам мас болады деген сондай вибрация жүрді. Бірақ қазір уже әлсіреп жатыр. Әлсіреп жатыр да. Қазіргі вибрация не деп ойлайсыздар? Кері байланыс беріңіздерші, эфирді сақтайын да, сонымен кетемін. Прям андай, жаңа жинап жүрдім да, осы сезімді айтқым келіп кетті да, прям декреттегі келіншектердің мүмкіншіліктері күшті ғой, неге білмейді, неге деп. И оны мен постпен жеткізе алмай кеттім да. Сосын ғой, арнайы прямо өткізіп. Қыздар, екіқабат келіншектер, босанған келіншектер, 3 жасқа дейін бала асырап жатқан, бала өсіріп жатқан қыздар, ауыздарыңызға вообще автоматом абай болыңыздаршы. Қалта қарайтын заман емес қазір. Бұрындар сондай еді. Бұрын авторитетке, қалтаға, анау бай десе, біреудің буына біреу мас болып жүретін заман. Қазір уже жайлап кетіп жатыр. Поезд ушел дейді ғой, ушел болып кетіп жатыр да. Ал қазір, дәл қазір махаббаттың вибрациясы екен. Махаббат. Мен қазір сіздерге прям махаббатпен айтып жатырмын ғой. Махаббатпен, қыздар, давайте деп. И мен ол жерден выгода іздеп тұрған жоқпын да. И прям түсінсе екен деп махаббатымды жіберіп тұрмын да. И ол махаббат маған 10 есе, 100 есе болып келеді да.
сол сияқты сен біреуден махаббат қалайсың ба, сен сол адамға беру керексің. Берген кезде саған келеді. Бірақ беріп жатқан кезде сенің ниетіңде тап-таза ой болу керек та, от души. Взамен выгодасын іздеп тұрсаң, ол нәрсе ол саған қайтып келмейді. Ал просто так махаббатпен просто так берсең, онда барлық күшті болады. Қандай өлең болады? Сен жеңіл қабылдау, жеңіл отыр, жеңіл биле. И сосын сен қалай өзіңнің жолың жабасын, біреуді осуждать етіп, ақша табу туралы үйде отырып. Конечно, мен үйде отырып тауып жатырмын ғой, мен көшеге шығып тауып жатқан жоқпын ғой. Қыздар бүгінше прямо потолок болып отыршы. Мен қандай бір нәрсе уайымдасам, қандай бір нәрсе болса, осы өлең тыңдайтынмын ғой. Қараңдаршы, бәрі потоке болған осы ғой. Бәрі жақсы болады. Адамдар Алланы ұмытқан заман ғой дейді, сен өзің ұмытып тұрсың Алланы. Сол үшін сен сөйтіп жазып жатсың. Адамдар Алланы ұмытқан жоқ. Сұрашы мына жердегі адамдардан. Қайсыңыз Алланы ұмытып кеттіңіздер? Ешқайсыңыз ұмытқан жоқсыз. Просто жаңа жазған қыз ғана ұмытып тұр. Барлығы күшті, барлығы супер. Алла тағаланы ешкім ұмытқан жоқ. Сен қазір не жазасың? Значит, сен сондай адамсың да. Болды, басқа емес. Оны қабылдау өте қиын ше. Мен қанша жұмыс жасаған екен, менде кәдімгі күшті. Айттым ғой, не қалаймын, сразу алдымнан шығады. Мына өлеңді қараңдар. Менде қандай бір уайым болса, бәрі жақсы болады деген өлеңді қойып алып жүремін. Жарасың жаным жаздың атқан таңындай. Ой даридай, құлдыша еркен көркен асыл абылдай. Ғашық жүрегім ештеңеге бағынбай. Даридай, әрдайым менің жанымнан сен табылған. Жалынды сесің мендегі, жақында жаным келдігі, аққуым болып көлдігі. Бір дүниеге тамсаны, құшағымда сен ән салы, жүрек таңды қарсалы. Андай ғой, күшті болып отыр, потоке болып тұрмыша. Андай ғой, қыздар, андайда, андай ғой. Бұл нәрсенші, андай ғой, қыздар, адам өзі қандай, сонда нәрсені бөледі. Адам өзі қандай, сонда нәрсені бөледі. Сен негатившік болсаң, айналаның бәрі негатившік. Сен позитившік болсаң, айналаның бәрі позитившік. Сен отношение выяснять еткіш болсаң, айналаның бәрі сондай. Сен өзің просто қараңыздар, айналаңда кіммен ойлап жүрмін, кіммен. И ол саған айна. Сен деген нәрсе жоқ та, Алла тағала бірінші, иерархия деген нәрсе бар. Алла тағала, сен, одан кейін бар айналадағылар. Сықты ма? Күшті не қылдым, я? Өзім қоғам отыр, сіздерге күшті қалай мен не қылдым деп ше. Давайте мен қызыма барайын. Машинаны от алдыру керек еді. Машина айдамайсың, бірақ машина абағасын қалай кетті? Қыздар, енді мен не алғым келіп отыр? Toyota 80 Camry алғым келіп отыр. Camry алғым келіп отыр, прям ше. И кәдімгідей маған андай не келіп жатыр да, прям андай визуализация дей ма, білмеймін ше. Өзіме тағы да айдана қандай ұятсызсың деп қоямын. Кеше ғана новый салоннан машина алдым. Енді ұялмай қалай Camry алып жатсың деп ше. Алайын деп жатсың деп ше. И өзіме айтамын ғой. Айтады да, Арманды ше,
андай арманды бессовестно армандаңдар дейді да. Потологына шығарып, жарып, мүмкін еместі армандай беріңдер дейді да. Мүмкінді Алла тағала өзі істеп береді дейді. Сол үшін қыздар